Так, қайырлы кеш. Апайлар кірдіңіздер ма? Ссылка тастадым ортаға, я? Так. Пока кіріп алыңыздар қазір. Бірінші кезде КБЖУ бойынша айтам. КБЖУ. Кімге не түсінбей жатыр, және КБЖУ бойынша қалай тамақтанамыз. Так, не дейді? Бүгін апаң сәл бұзып қойды. 1-2 кусок ет жеп қойдым дейді. Кешке дейді. Бұзып қойған кезде кешкі уақытта бұзған өте қиын. Если обедкі уақытта бұзсаңыздар, оның өтемі оңай болады. Но кешкі уақытта бұзған кезде ол тамақ қай кезде қорытылады. Кешкісін жеп қойдыңыз, я? Бұзып қойдыңыз. Так, тағы да 1-2 минут күтейік, апайлар кірсін. КБЖУ реттілігі, КБЖУ бойынша кім не түсінбей жатыр. Біз ашыққан кезде КБЖУ бойынша тамақтанамыз, я? Ертең бізде дайындық күні. 2 күн біз дайындаламыз, ашығуға дайындаламыз. Дайындықтың бірінші этапы ол тюбаж жасаудан басталады. Тюбаж деп отқанымыз ол магний сульфатын ішу арқылы жасалынатын процесс. Магний сульфатын ішкен кезде өттеріңіз бар ғой, сол көп мөлшерде бөлініп, біздің өтіміз сұйылады, өт айдалады. Сол өттің айдалған әсерінен біздің ішіміз жүреді, яғни сіздің ішіңіз өтеді. Осы нәрсе тюбаж деп аталады. Тюбаж жасаған кезде біздің ішіміз бір сірә өзіндегі шлактоксиндерден бір слой. Так, бір слой неғылады, тазаланады. Жарай ма? Сол үшін де тюбаж жасау міндетті. Бірақ тюбажды, так, не дейді, той жасап... Тюбажды өтінде тасы барлар жасамайды. Сол себепті сіздер білу керексіздер. Өттеріңізде тас бар ма, жоқ па. Егер оны білмейтін болсаңыздар, әлі де үлгересіздер. Ертең УЗИ брючной полости жасатып, өттеріңіздің, вообще жалпы бауырдың, бүйректің жағдайын біліп алуға болады, я? Әлі үлгересіздер. Ертең әлі 20-сы. Бізде дайындық күні 2 күн, 20-сы және 21-і. Түсінікті ма о жағы? Тюбаж не үшін жасайтынымыз? Сосын екінші нәрсе бұл КБЖУ. Тамақ жемеу керек па? Я, тюбажды аш қарынға жасаймыз. Аш қарынға. Егер азаңда жасай алмай, менде жұмыс қой деп атсаң, жұмыстан келесіз ғой кешкісін. Бірақ тамақтанғаннан кейін хотя бы 5 сағат өту керек. Сосын кейін тюбаж жасасаңыз болады. Жатар уақытқа жасасаңыз болады. Не болмаса кешкі 7-ден бастап жасаңыз. Бірақ бұл нәрсе әркімде әрқалай жүреді. Біреуге тюбаж ішкен жасаған кезде сразу 1 сағат әсер етуі мүмкін. Біреуге ертесі күні азанда әсер етуі мүмкін. Не дейді? 7-11 арасын тамақтанамыз қалған уақыттарда. Так, мен сіздерге ашығуда неше күн тамақ жемейсіз? Ашығуда күнде тамақ жейсіз, Ақмарал. Ашығуда күнде тамақ жейсіз, бірақ 20 сағат ашығып жүресіз. Күнде тамақтану ол азанғы уақытқа келеді. Бұл интервалда ашығу шатаспаңыздар. Интервалда ашығы өзінің аты айтып тұр. Бұл жерде интервал 20 сағат. Мен әжге жаз қойғам, интервал 20-4 деп. 20 сағат бізде интервал бар. Қалған 4 сағатында не істейміз? Тамақтанамыз. Тамақтану бізде күнде жүреді. Яғни сіздер күніне 1 рет тамақтану арқылы ағзаларыңызды ашықтыруды үйретесіздер. Күніне 1 рет тамақтану арқылы біз ағзамызға ашықтыруды үйретеміз. Я? Енді тамақтану интервалдарын жаңа сіздерге мен жібердім. 7 мен 11 арасы, 8 мен 12-нің арасы, 9 мен 1-дің және соңғы уақыт 10 мен 14. 14 дегеніміз ол же 2 деген сөз. Мына 10 мен 14-ті алатын апайлар сіздердің құлақтарыңызға артын сырға. Сіздер бұл жерде 2 рет тамақтанып кетесіздер. 2 рет полноценный тамақ болып кетеді. Өйткені 14 бізде обед уақыты ғой. Ал бұл ашығуда біз барынша аз тамақ жеуге тырысу керекпіз. 1 рет жесек те конкретно ағзаны насыщать етіп, но ары қарай тек қана бір перекус болу керек. Перекус дегенде не ол? Творог жесеңіз болады. Болмаса бір бананды перекусывать етсеңіз болады. Болмаса жаңағы перекусты айтып жатырмын. Перекус ол толық тамақтану емес қой, ол жерде бір ғана түрлі тамақ жейсіз. Сондай нәрсемен жейсіз де ары қарай аузыңызды жабасыз. Егер 7-де тамақтансаңыз, жаңа КБЖУ бойынша клетчатка, белок, жир, углеводыңызды жеп тамақтанып аласыз да 11-ге дейін 11-ден 5 минут кетіп атқан кезде тамақтансаңыз, ол уже жатпай қалады интервалға. Біз бұл жерде уақытпен ұстауымыз керек. 11-ге дейін, 11-ге 15 минут қалғанда жесеңіз, ол саналады.
Сол кезде бір перекусыңызды, бір бананыңызды, не болмаса бір творогыңызды, әйтеуір, если қарным ашады десеңіз. Ал көп жағдайда апайлар азанғы тамақпен жүреді да, қарындар ашпай ары қарай ұстап кетіп жатады. Негізі осы ұстау өте дұрыс. Бір рет тамақтану арқылы шы. Жоқ, мен тамаққа шыдамаймын десеңіз, онда сол 11-ге таман бір сорпаңызды ішсеңіз болады. Сорпа майлы болмау керек бірінші кезекте. Сорпа тауықтың етінен болу керек, және сорпа овощ көкөністерден болу керек. Ол жерде картошка, сәбіз, сондай капуста, сондай нәрсе болса болады. Түсінікті ма мен айтып жатқаным? Тамақтану бойынша. Так, кеш жарық Асимок, бағасы 1000 теңге. Тюба ертең жасаймын 20-сына. Гаухар. Дайынсыз ғой тюба жасауға. Мысалы, азанда 10-да тамақтансақ ше. 10-да тамақтанатын болсаңыз, интервалыңыз сағат 2-ге дейін барады. 10-ға 4-ті қосқанда 14 қой. Демек, сіздің тамақтануыңыз 14:00-ге дейін барады. 14:00 ол бізде 2. 2-ден 5 минут кетіп атқанда тамақтансаңыз, уже интервал уақытына сіз кіре алмай қаласыз. Интервал бізде 20 сағат қой. Біз 20 сағат ағзаны не істейміз? Ашықтырамыз. Тамақтанған уақыттан бастап 4 сағатты санайсыздар. Интервалды санау ол қиын емес. Не үшін мен 7-ні айтамын? Негізі 7 өте идеальный уақыт. 7-де, сағат 7-де біздің ағзамыз оянып жатады, бізде гормондар бөлініп жатады. Егер сіз азанда 7-де мен тұра алмаймын, мен ұйқымды қимаймын десеңіз, онда хотя бы 8-9-ға дейін барасыз. Но 10-ды алу сәл кішкене қиынырақ. 10-ды алған адам, мысалға жұмыс уақытымен, жұмыс бабымен 10-ды алсаңыздар, ол жерде салмақты көп беру, көп тастау мүмкіндігі азаяды. Өйткені ағза бірінші кезекте ол кезде уже оянып қояды, гормондардың бәрі уже бөлініп алған. Дұрыс жұмыс жасау ритміне біз септігін тигізу керекпіз ғой шыққан кезде. Сол үшін де барынша азанғы таңғы уақытқа алуға тырысыңыздар. Кеш жарық Асим. Так, кімде қандай сұрақ? Мен 9 алсам ба деп отыр Майза жақсы. Сол 20 сағатта су ішеміз бе? Су ішесіздер. 20 сағатта су ішесіздер. Қарындарыңыз жайлап, ашып уже байқалады ғой, қарындарыңыз шұрқырап атқан кезде сразу, так не дейді? Сразу не қыласыздар? Ыстық су ішесіздер, кипяток. 100 градуста кипяток емес. 50 градустағы кипятокты ішесіздер. Так, чатта не жазып жатса, шыға сала кофе іштім дейді. Так, шыға сала кофе ішім. Қазір апалар 1 минут мен ссылканы таратып алайыншы. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе? Ойнайсыз? Так, қыздар бізде не жүріп жатқан еді? Қазір қабылдадым. Мен сіздің даусыңызды басып қойын. Хорошо. Сонда біз де тыңдап отырайық. Даусыңызды басып қойын, мен просто түсіндіріп жатқанмын, но менікін тыңдай аласыз ғой, айтып жатқаныңыз. Аха, хорошо. Так, ары қарай кеттік. Ашығу қалай болады? Ашығу ертең бізде дайындық күні, 2 күн. Так, қандай сұрақтарыңызды жіберіп алдым, қазір бір қарап өтейін комментарийларыңызды. Ашығу қашан? Вот, ашығу қашан? Ашығу бізде 22 күні басталады. Бірақ біз ашығуға дайындықпен келеміз. Дайындық бізде ертең жүріп жатыр, Ертең бізде дайындық күні. Ертең 20-сы және 21 күні 2 күн дайындаламыз. Осы 2 күнде дайындықта біз не істейміз? Тюба жасаймыз. Тюба жасау үшін не істейміз? Аптекадан магний сульфатын аламыз. Магний сульфаты 25 грамм. Оны 1 штук қана аласыздар. Және бұл тюбажды біз 1 рет қана жасаймыз. Шатаспаңыздар, тюбажды біз 1 рет қана жасаймыз. 1 күн ғана жасаймыз. Егер 20-сы күн үлгермей жатсаңыздар, 21 күні жасауға болады. Енді тюба жасау не үшін маңызды? Осы нәрсені айта кетейінші. Біздің ағза ашығуда тазаланады, Тазаланған кезде ол барынша өзіндегі шлак токсиндердің бәрінен айығуға тырысады. Олардың бәрін тазалағысы келеді, сыртқа шығарғысы келеді. Ол нәрсе қалай жүреді? Ол біріншіден біздің теріміз, біздің тері бұл бізде очистительный орган, тазарту органы, ең үлкен орган. Көп жағдайда адамның денелері бөртіп жатады. Одан қорықпаймыз. Біз өйткені ашығудамыз, біз голоданиеде жасап жатырмыз. Екінші нәрсе, жаңа іш өтуі. Кейбіреу адамдардың іштері қара қоймалжың сұйық болып өтіп жатады. Одан да қорықпайсыздар. Оның барлығы сіздердегі жиналып қалған токсиндердің шығып жатуы. Бірақ біз ағзаға көмектесу керекпіз. Қалай көмектесеміз? Міндетті түрде ыстық суымызды ішеміз. Сосын кейін кімде давление жоғары? Не ішесіздер? Көк шай ішесіздер.
Кімнің давлениесі төмен, қызыл шай ішеміз. Сосын кейін іш қату проблемасы бар бұл жерде. Өйткені біз ағзаға барынша аз тамақ беруге тырысамыз ғой, сонда біздің жұмыс жасап тұрған ішегіміздің жұмысы не істейді? Сәл бәсеңдейді. Сол кезде іш қату болуы мүмкін. Іш қату болдырмас үшін бірінші кезекте ыстық суды нормамен ішеміз. Сосын кейін іш қату болып жатса, сена шайын ішеміз, ол аптекада сатылады. Оның барлығы мен сіздерге группада жаңа жібердім ғой, интервальный голодание деп, брошюра. Соның ішінде не бар? Жазылған. Так, дальше кеттік. Менде төмен давление, шай ішпеймін, мен уже 2 ай болды дейді. Өте жақсы. Енді ашығу кезінде давление түсіп кетеді. Кейбір жандарда, кейбіреулерінде наоборот көтеріледі. Әркімде арғалай. Так, не сұрап жатсыздар? Марафон қанша? Жанар, марафон 1000 теңге. Біз дайындық күніне кіріп жатырмыз ертең. Кімнің тағы несін өткізіп алдым? Комментарийларыңызды. Так. Уқты, лайктарыңыз кетіп отыр ғой. Топтағы апайлар барсыздар ма? Өш жерде топтағы мен ссылка тастадым ғой, сол апайлар бассыздар ма? Қатысамын дейді. Қатысыңыз, келіңіз, үлгересіз. Сол 20 сағатта су ішеміз бе? Су ішеміз, дұрыс. Енді КБЖУ реттілігін айтайыншы. КБЖУда біз не тамақ ішеміз? КБЖУда не тамақ ішеміз? Бірінші кезекте КБЖУ реттілігімен тамақтану бізге полноценный тамақтан өзімізге керекті, бір күндік керекті минерал витаминдерді қамтамасыз етуге көмектеседі. КБЖУдағы бірінші әрпі К ғой, ол бізде клетчатка. Клетчаткаға қазір қолжетімсі капустаны айтып жатыр. Капуста, квашеная капуста, брокколи, болмаса огурцы, помидор. Енді оларда клетчатка аз, но в то же время олардың бізге ағзаға пайдасы бар. Сосын кейін екінші әрпі КБЖУдағы қандай әріп? Б ғой, ол бізде не? Белок. Белокқа бізге не жатады? Жұмыртқа жатады. Сосын кейін үшінші әрпі жир ғой, жирға қолдың майы, не болмаса қазы, болмай баратса балықтың майын, балықты кесіп жесеңіздер де болады. Сосын кейін төртінші әрпі бізде углеводқа көмірсу. Көмірсуларға жатады. Гречка жатады қолжетімді, тары жатады, шикі тары. Сосын кейін жаңағы не? Күріште жатқызуға болады, бірақ қоңыр күріш, ақ күріш емес. Түсініп ма? Булгур деп айтып атамыз ғой, осы күрішті жесеңіздер болады. Так. Рахмет сізге уақытыңызды бөліп, бізге не қылғаныңыз үшін. Так, дальше кеттік. Қатыссақ дейді, сізбен WhatsApp-пен сөйлесе аламыз. Әрине сөйлесе аласыз. Так, мына жерге номер көрінді, жаңа номер сұрап жатсыздар ғой. Номер көрінді. Өті жоқтарға бола ма? Әрине болады. Өті жоқтарға тюба жасауға да болады, ашуға да болады. Енді КБЖУ, қайтадан КБЖУ. Ертең біз әлі дайындық күніндеміз, бірақ дайындық күнінде біз КБЖУмен тамақтанамыз, азанғы тамағымыз біздің КБЖУмен болады. О жерде не жейміз енді? Мысалға, огурцы, помидорыңызды жасап, салат, соның қасына листья салатып қосып, оны зәйтүн майымен араластырсаңыз болады. Не емес? Майонез емес. Майонез вообще жолатпайсыздар, өйткені біз ашығудамыз, Мынандай сложный нәрсе, ГМО-сы бар нәрсе, колбаса, сыр деген нәрсенің бәрін доғарамыз, чатта мен жаздым ғой, олардың бәрін ішпейсіздер, жемейсіздер. Бұл бірінші сіздердің салаттарыңыз ол клетчаткаға жатады. Екіншісі 2 жұмыртқа пісіріп аласыз суға қайнатып, ол сіздерде белокқа жатады. Үшіншісі жирға не аламыз? Бағанағы салатқа қосқан зәйтүн майыңыз бар ғой, сол сіздің жирдің рөлін атқарады. Болмаса қолдың майын алсаңыз да болады. Жаңағы төртінші әрпі бізде углевод қой, углеводқа гречка жатып тұр, гречкаға қолдың майын қосып араластырасыз да, сонда гречка, 2 жұмыртқа және салат болып тұр ғой. Осы 3 нәрсе сіздің КБЖУ реттілігі бойынша тамақтануыңызды толықтай қамтамасыз етеді. Осыны сіз азанда отырасыз да жеп алып аласыз. Болды. Ол сағат 7-де или не болса 8-де. Қай кезде тамақтанасыз, сол уақытқа қарай.
8-де болса 8-де тамақтанып осы нәрсені жеп аламыз. Мысалға айтып жатырмын. Мүмкін сіз жұмыртқаның орнына тауықтың төс етін пайдаланатын шығарсыз. Мүмкін сіз етті пайдаланатын шығарсыз. Мен білмеймін. Әркім үйінде қандай нәрсе бар, сомен ашуға кіреді. Жарай ма? Бұл ашығы өте қарапайым. Бұл жерде сіздерге авокадо ал, анау индейканың бірдеңесін ал, болмаса анау балықтың мынандайсын ал деп. Қазір 1 минут. Неғып ашуға булығып атсыздар топта отырып. Несі түсінбей жатыр, мен сіздерге шайнап тұрып айтып жатырмын ғой. Несі түсінбей жатсыз Гүлжан апай? 4 сағат тамақтанбайсыз ғой. 4 сағат сізде окошко ашық болады. Мысалға 7-де тамақтансаңыз, эфирді қарап отырсыз ба? Мен сізді көріп жазғаныңызды WhatsApp-тан оқып отырмын. Түсінбейтін несі бар? Несі түсініксіз? Интервал уақыттарын беріп отырмын. 7, 8, 9, 10 деп. Сіздердің жағдайларыңызға қарай, мен всегда сіздерге бір ғана уақыт айтып жатқан жоқпын. Таңғы 7-де тұрасың да тамақтанасың, 11-ге дейін тамақтануыңды бітіресің деп жатқан жоқпын. Сіздерге конкретно 4 мезгіл уақытты беріп тұрмын. 7 мен 11-ді аласыз. Если ол уақыт сізге ыңғайсыз ба, 8 мен 12-ні аласыз. Қай уақыт сізге ыңғайлы? Гүлжан апай, барсыз ба мына жерде? Екі дайындық күнде тамақ ішеміз ба, бірақ жеңіл тамақ ішу керек па? Иә. Интервалды ашығуды бірінші түсініп алыңыздаршы. Негізі айтып жатыр, әлде түсінбегенсіздер ғой. Интервалды ашығуда бізде 4 сағат окошко беріледі. Окошко деген бұл терезе. 4 сағат окошко ашық болады. Ол или 8 бен 12, или 9 бен 1. 9-ға 4 қосқанда 13 емес па? Яғни ол 1 түскі. Не болмаса 7 мен 11. Осы аралықты қайсысын таңдайсыз? 7 мен 11-ді таңдайсыз ба? 8 бен 12-ні таңдайсыз ба? Қай уақыт таңдап жатсыз Гүлжан апай? Барсыз ба? Неде? Эфирда отсыз ба? Менде анемия бар, маған бола ма шоуға дейді. 8 бен 12-ні таңдадыңыз. Дұрыс, 8 бен 12-ні таңдадыңыз. Азанғы уақытта тұрасыз 8-де, 1 стакан жылы суыңызды ішіп аласыз, және КБЖУ бойынша тамақтанамыз. КБЖУды айтып жатырмын. Клетчатка, белок, жир, углевод. Мысалға ретінде огурцы, помидорыңызбен листья салатовты араластырып, оның қасына зәйтүн майын заправить етсеңіз, бұл сіздің уже клетчаткаңызды дайындап тұр. Клетчатканы дайындап тұр, иә? Бұл КБЖУда бірінші әрпі К ғой, яғни К әрпіне осы салатыңыз кетіп тұр. Екінші әрпі Б ғой, ол жерге 2 жұмыртқа суға піскен белогыңыз уже кетіп тұр. Үшіншісі жир ғой, жирға жаңағы салатта араластырдыңыз ғой, оливковый масламен, сол кетіп тұр жирға. Сосын кейін 4-ші әрпі У ғой, углеводқа гречка. Мысалға айтып жатырмын сіздер, чтобы миларыңыз қатты неғылмасын деп. Үйіңіздегі бар тамақпен ашуға кіре бересіз, бірақ ол сол тамақтану КБЖУға сәйкес келу керек. Түсіндіре алдым ба? Түсініп жатсыздар ма? КБЖУға не үшін КБЖУ деп атқанбыз? Өйткені КБЖУ бойынша тамақтанған кезде сіздер бір күндік ағзаға керекті минералды, витаминді, жирді бәрін сол КБЖУ тамақтану арқылы аласыздар. Даже углеводты да аласыздар. Ол жерде белок та бар, белокты жұмыртқа атқарып тұр. Сол кезде бұл правильный питание арқылы біз ашуға кіреміз ғой. Осы КБЖУңыз азансын 8-де тұрасыз, ыстық суыңызды ішіп аласыз, жаңа КБЖУ реттілігімен тамағыңызды ішіп жеп аласыз. Болды. 8-де, иә, 8-ден примерно жарты сағат тамақтандыңыз дейікші, 8:30-ға дейін. Ары қарай 9-10-да нормально жүресіз, сағат 11-ге қарай мүмкін бір қарныңыздың шырылдап ашқанын байқасаңыз, бір перекус жасауға болады. Перекусқа не жатады енді? Или 100 грамм творог, или бір банан, или бір суға піскен свекла. Әйтеуір бір пайдалы нәрсе болу керек. Суға піскен, буға піскен. Жареный болмайды, колбаса, сыр болмайды, духовкада запеченный нәрсе болмайды. Осыны жейсіз да болды, 12-ге дейін жейсіз. Ары қарай 12-ден уже кеткенде сіз тамақ ештеңе жемейсіз. Болды, біздің аузымыз жабылады да тек қана су ішіп жүреміз келесі күннің таңғы 8-не дейін. Сонда бізде интервал 20 сағат шығады.
Түсініп жатсыз ба? 12-ге дейін тамақтандыңыз ғой. Сол 12-ден бастап санаған кезде сағат 8-ге дейін, келесі күні 8-ге дейін, ортасындағы сағат 20 сағат шығады. Осы 20 сағат бізде ашығу болып саналады. 20 сағатта сіздер тамақ ештеңе ішпейсіздер, бірақ су ішесіздер. Түсінікті ма? Түсіндім дейді. Өте қуаныштымын. Тағы кімге не түсініксіз? Интервалды ашығуды сіздер түсінбей жатсыздар ғой, негізі 20 сағат ашығуды түсінбей жатсыздар. Суткада 24 сағат бар. 24 сағаттың 20 сағатында біз аузымызды скотчтап жабамыз тамаққа, бірақ біз су ішеміз. Не үшін су ішеміз? Су ішкен кезде біздің ағзамыздағы жаңа шлактоксиндердің барлығы сумен сыртқа шығады. Ол жерде сізде зәріңізде айдауы мүмкін, термен де шығуы мүмкін. Не үшін шаққа адамдардың жасаймыз? Чтобы біздегі шлактоксиндерді айдау үшін, жарай ма? Ал 4 сағатында жаңағы интервал уақыты, 4 сағат бізде интервал уақыт. Ол жерде окошка ашық. Окошка деп атқанымыз тамақтану терезесі ашық. Тамақтану деген кезде 8-де 1, 9-да 1, 10-да 1, 12-де 1 тамақтанбайсыздар. Әр сағат сайын тамақтанып жүрмеңіздер. Азанғы уақытта 8-де тамақтандыңыз ба, КБЖ бойынша? Ары қарай су ішіп жүресіз да, байқайсыз ғой ағзаңызды. Әркімнің ағзасы әртүрлі. Біреулер тамаққа шыдамайды, 12-ге қарай қарны ашу мүмкін. Бұл жерде психологиялық сіздердің атакада пайда болады. Өздеріңізден өздеріңіз қарындарыңыз ашып, тәтті жегілеріңіз кеп тұрады. Сол кезде отырағап ыстық суыңызды ішесіз да, бір перекусыңызды жасап аласыз. Окошка уақытыңыз жабылғанға дейін. Окошка уақыты жабылып кетті ма, мысалы 8-де тамақтаңыз 12-ден асқанда қарныңыз ашып атты ма, болды, ол кезде тамақ жемейсіз. Тек қана ыстық су ішеміз. Ыстық су ішкен кезде сіздердің ашып тұрған қарындарыңыз сразу басылады. Бірақ ыстық суды кімнің өтінде тасы бар, олар абайлап ше, 7 күн ашығамыз ба? Иә, бұл ашығы 7 күн. Так, Гүлбаршын апай, мен 6 килограмм тастадым сіздің марафоныңызбенен. Қуаныштымын, Гүлбаршын апай. Сол тастаған салмағыңызды енді барынша КБЖ реттілігі бойынша тамақтанып ұстап қалыңыз, иә? Так, зато өтте тас пайда болады. КБЖ-дан тамақтанғаннан өтте тас пайда бола ма? Или ашығудан тамақтанғаннан өтте тас пайда бола ма? Қандай доказательствоңыз бар? Благодарю. Айта кетіңізші осы жерге. Суды кешке дейін ішу керек. Иә, суды кешке дейін ішу керек. Неше күн ұстауға болады? 7 күн ұстауға болады. Интервалды ашығуды мен бір жаңалық ашып атқан жоқпын ғой. Ол 20 ғасырда белгілі болған ашығудың түрі ғой. Мына жерде қандай өтте тас айтып, оттап отсыздар. Өтте тас пайда болса, алдымен ұстанып көріңіз, сосын тасыңыз пайда болса, маған айтасыз, мен сенің ашығуыңды ұстадым да, өтімде тас пайда болды деп. Жарай ма? Мен түсіндім 20-да 4-та. Жаным шашып, жоқ, шашып қалған жоқпын. Мен топта осы нәрсені айтып атырым. Сіздер қаяқтарыңызбен тыңдап атсыздар? Құлақпен тыңдап атсыздар ма? Или вообще басқа жақтарыңызбен тыңдап атсыздар ма? Не айтып атырым мен топта? 1 сағат болды мыжып айтып атқаныма, түсінбейтіндей несі бар? Бірінші класстың оқушысы емессіздер ғой? Мыжып бір нәрсені айтып атыр. Конечно, мен ашуым келеді. Сол үшін де мен эфирға шығардым сіздерді. Не түсінбей жатсыздар, айтыңыздар деп. Так, дайындық күндерін айтыңызшы. Бізде ертең дайындық күні басталады. Так, WhatsApp-қа не жазатсыздар? Ертең бізде дайындық күні басталады. 2 күн дайындық жүреді. Ертең егер тюба жасап үлгермесеңіз, әлі 1 күніңіз бар. 21 күні тағы да тюба жасауға болады. 20 күні үлгермегендер. Әдейі 2 күнді алып отырмын. Чтобы сіздер үлгеру үшін. Дайындықты жасап үлгеру үшін. Дайындық дегеніміз ол тюба жасау. Сосын кейін азанда КБЖ бойынша тамақтану, обедте сорпа ішу, дайындық күнін, біз әлі дайындық күнін айтып атырық. Обедте сорпа ішесіздер да, кешкісін айран ішеміз. Қараңыздаршы, дайындық күні 2 күн ғой, 2 күннің тамақтануы ашығу күніндегі тамақтанудан өзгешелеу. 2 күнде біз азанда КБЖ бойынша тамақтанамыз, клетчатка, белок, жир, углевод. Обедте қайнатылған сорпа, тауықтың сорпасы, не болмаса овощной сорпа ішеміз. Анау барып ап лағман жеп, одан да басқа ауыр тамақтар жеп жүрмеңіздер. Сосын кешке қарай айран ішеміз да, болды, жатамыз. Осылай бізде 2 күн дайындық күні жүреді. Тамақтану осылай болады. Азанда КБЖ, обедте сорпа, кешкісін айран.
Ал ашуға кірген кезде 22 күні азанғысын қайтадан КБЖ бойынша тамақтанамыз, болды, ары қарай ештеңе ішпейміз, тек қана су ішіп жүреміз. Түсінікті ма? Түсінікті ма? Кімге не түсініксіз? Сұрақтарыңызды қойыңыздар осы жерге. Кімге не түсініксіз? Сұрақтарыңызды қойыңыздар. Осы 2 күн тюбаж бар, жоқ, 1 күн тюбаж. Айран неше проценттік? 1%-тігін тапсаңыз іше беріңіз. 21 бастайтын шығар, жұмыста боламын кешке. Я, үлгересіздер. Кортизол, слюна тапсырған жақсы ма? Білмеймін о жағын. 1 күннен соң қашатын мынау мен шығар дейді. 1 күннен соң қашатын. 1 күннен соң қашатын. Жоқ, КБЖ мен тамақтанған кезде қарындарыңыз ашпайды бірінші кезекте. Көзге пайдасы бар ма? Айына неше апта ашығамыз? Так, неше түрлі сұрақтар қоясыздар, түсініксіз дұрыстап тыңдаңыздар, сайшы дейді. Көзге пайда, жалпы ашығудың бүкіл ағзаға пайдасы бар. Тек қана бір ғана органға емес, біз ойлап отырық қой, тек салмақ тастаймыз, ашқан кезде салмақ тастаймыз ба деп. Ол бүкіл ағзаны тазалайды. Ашығу процесі ше, бірінші кезекте клеткаларды жаңарады. Бірінші кезекте ағзада клеткалар жаңарып бастайды. Клеткалар тазарып бастайды. Сосын кейін барып біздің 12-лі шегіміз. Сол жердегі токсиндер тазаланады. Ол тазалану процесі қалай жүреді? Не болып жатыр дейді. Ашуланбаңыз. Негізі мен ашуланбаймын, бірақ бүгін ашулануға тура келді. Кортизол бөлінеді дейді. Я. Қашан басталады? 22 күні басталады, бірақ біз ертең 2 күн дайындық күніндеміз. Гүлжан апай күлдіңіз ғой. Түсіндіңіз ба? Чатқа негатив төкпеңіздер, я? Сіздердің анау негативтеріңіз басқа да адамдарға әсер етеді. Негатив төккілеріңіз келсе, маған жекеге келіңіздер. Мен что-то түсінбей жатырмын, анау-мынау деп. Сосын кейін мен түсінем, сіздердің барлықтарыңыз үлкен возрастасыздар. Көбіңіз 50-ден асқан, 45-тен, 48, 55. Ең үлкен апа бізде топта отыр 64 жаста. 67-64 жаста қойдым, по-моему. Мен сіздерден кішкентаймын, мен оны да түсініп тұрмын. Кейде адамдарда эгосы өте басым болады. Кішкентай адам сондай нәрсені айтып тұрған кезде, мен жас мөлшерім сіздерден кіші ғой. Менің айтқанымды сіздер қабылдап жатқан жоқсыздар да. Ол үшін или мен возрастым сіздерден үлкен болу керек, или білмеймін, қалай, сондай эгоны кішкене неғыңыздар. Басыңыздар, жарай ма? Мен сіздерге жаман нәрсені үйретіп жатқан жоқпын. Білсін, көрсін, пайдасы барсын, сосын кейін бұл нәрсе қалай жасалатын білетін болғандықтан кейін үйретіп жатырмын, айтып жатырмын. Мені сәл болсын тыңдаңыздар, я? Менің жасым кіші болса да, бірақ мен біліп тұрған нәрсем сіздерден көп болып тұр ғой. Сол себепті эголарыңызды сәл төмен түсіріңіздер. Одан сіздер жаман болып қалмайсыз, мен де жаман болып қалмаймын, жарай ма? Ары қарай кеттік. Кімде тағы қандай сұрақ бар? Окей, түсіндім дейді. Жоқ, тюбажды бір-ақ күн жасаймыз. Айран неше проценттік? 1%-тік. Өтте тас болса болады ма? Өтіңізде тас бар, Айнұржан. Так, жылда ораза ұстанасыз ба? Сізге бірінші сұрақ. Қасымбекова Гүлдан. Сәлеметсіз бе, қанша тұрады курс? 1000 теңге, қыздар. Так, менде запор дейді. Запор. Запорды кетіруге болады ғой. Запор проблема емес қой, бірақ запордың последствиясы өте қиын. Салдары өте қиын. Себебін табу керексіз сначала. Не үшін запор болып атқан себебін табасыз. Так, нәрде запор деп айтқан кісі Айша. Запордың пайда болып атқан себептерін іздейсіз өзіңіздің ағзаңыздан. Бірінші кезекте судың ішу мөлшері, суды қанша көлемде ішесіз, соны реттеп аласыз. Екінші, тамақтануыңыз. Азанғы тамақтанғанда сіздің тамақ рационыңызда жир бар ма? Біз нау КБЖ деп атырып қой. Сол кездегі 3-ші әрпі бізде Ж ғой, ол бізде жир. Осы жир керек, себебі жир жеген кезде біздің өтіміз не істейді? Жаймен әдемі сұйылып бөліне бастайды. Қалай сіздің өтіңіз дұрыс бөлінді азанғы тамақта, солай сізде запор болмайды. Өттің дұрыс бөлінбеуі запорға да байланысты. Ой, запормен өттіңіз дұрыс бөлінбей қалса, ол запорға әкелу мүмкін. Мен ойымды дұрыс жеткізе алмай жатырмын. Біріншісі су, екіншісі тамақтануыңыз, сосын клетчаткаңыз бар ма? Әр тамақтанған сайын сізде клетчатка бар ма? Соны қараңыз. Бұл себебін іздеп жатырық, 3 түрлі себебі. Ал салдары, сапордың салдары өте үлкен.
салдары ол деген уже последствия ғой. Запордан кейін сізде не пайда болады? Бірінші кезекте геморрой пайда болады, иә? Последствиясын айтып жатырмын. Әрқашанда бір істе себебін және салдарын іздейсіздер. Себебі от чего? Неден болып жатыр және салдары последствиясы. Жарай ма? Ол любой істе сондай болады. Әр істе себебі және салдары. Курс қанша? Курс 1000 теңге. Өтте тасы бар, сұрақ қойдым ғой, ораза ұстанасыз ба жылда деп. Қатысамын дейді. Так, мен курсқа қатысайын десем, өз-өзімді ұстай алмай жеп қоятын сияқтымын. Красотуля, қараңыз, бұл сіздің бірінші кезекте ойыңыз. Бұл жеп қоятын сияқтымын деген бұл сіздің неуверенный ойыңыз, яғни жауапкершілік алмай тұрсыз бірінші кезекте. Екінші кезекте сізде әрекет жоқ, сіз әлі әрекетке көшкен жоқсыз. Сіз білмейсіз әрекет кезінде сіздің миыңыз қалай жұмыс жасайтын. Мүмкін әрекет жасаған кезде сіздің миыңызда мотивация көбейіп, сіз соңына дейін алып баратын шығарсыз. Пока не попробуешь, не узнаешь дейді ғой. Сол үшін де бал ашпаңыздар. Жасап көріп, жауапкершілікпен жасап көру керек. Адам жауапкершілік алу керек қой өзіне, өзінің өміріне. Қорықпаңыздар, ашығудан соң өзінде тамақ жегіңіз келмейді екен. Ашығудан кейін не үшін тамақ жегіңіз келмейді? Потому что асқазан кішіреді. Ашыққан кезде біздің асқазанымыз нормаға келіп кішіреді. Даже ораза кезінде, оразадан кейін біз көп тамақ жей алмаймыз ғой, асқазанымыз кішірейіп қалады. Осы кішірейіп қалған асқазанды нормада ұстап ары қарай алып кететін болсаңыздар, сіздердің тастаған салмағыңыз бар, Гүлбаршын апай 6 килограмм тастадыңыз ғой. Сол салмақ қайттан кемейді. Ал нормасын білмей уже бір мөлшерде көп тамақтанып, обедте отқан кезде лағманыңызды жеп, оның артынан сүт чайыңызды жеп, одан кейін бір кусок наныңызды, одан кейін салатыңызды жеп, бәрін каша қылсаңыз, асқазаныңыз қайтадан созылады. Баяғы тамақтану қайтадан кеп аласыздар. Но әр ашыққан сайын біздің ағза өзіне пайдалы нәрсені алады. Бір рет ашыққан кезде ол бауырларын жаймен майдан тазалайды. Екінші рет ашыққан подходқа кірген кезде ол өтін сұйылтады. Үшінші рет кірген кезде тағы да бір нәрсе болады. Мысалы алдында менде өзім класстас қызым интервалды ашық ұстанды, бір апта ұстанды, сосын кейін айтады, оның мойнымда папилломалар болған дейді, аудиосы бар менде. Сол папилломалар майда-майда өсінділер ғой, қандай сүйел шықты, сүйел сияқты. Ашығудан кейін өздерімен өздері бүйтіп не қылып, үгітіліп түсіп қалды дейді. Көрдіңіз, сыртқы терісінен байқап жатыр ашығудың пайдалық жақтарын. Ол ішкі жақтағы органдардың қандай өзгеріске ұшырағанын көріп тұрған жоқ. Өйткені ашыққан кезде міндетті түрде біздің ішкі органдарымыз тазарады, жаңарады және жұмысын реттейді. Артық майлардан арылады. Ашыққан кезде бірінші кезекте ағза артық майлардан арылады. Не себептен арылады? Өйткені кетоз состояниесі бізге келеді. Ашыққан кезде 3-4 суткада. Бірінші суткадан кейін аутофагия процесі келеді. Аутофагияны білесіздер, не екенін? Кетозды да білесіздер. Салмақ проблема емес, маған аутоиммунды буынға полиартритке пайдасы бар ма? Қан тазалану керек дейді. Так. Алтын дән Зайсан. Сізде по-любому конкретно проблема бар, врачтың берген назначениесімен бірге алып жүріп, осы ашығуды практиковать етіп көрсеңіз болады. Практиковать етіп, яғни тәжірибе жасап. Бірақ бір рет ашыққаннан бүкіл ағзадағы ауруларыңыздан айығып кете алмайсыз. Кемінде 10 рет ашығу керексіз. 10 рет ашығу несіне кіру керексіз. Подходын жасау керексіз. Айына бір рет қой бұл ашығу. Кіресіз, шығасыз, солай. Сөйтіп, 10 айдан кейін анализ тапсырып, қандай өзгерістер болды. Сол кезде байқай аласыз конкретно. Бірақ, енді бұл сіздің аутоиммундық неге байланысты емес. О кісіде жировой гепатозға байланысты бізде 3 ай о кісі кіріп шықты, 3 подход жасады. Январда кіріп шықты, февральда кіріп шықты және мартта кіріп шықты. Анализ показательдері АЛТ, бауырдың показательдері май басқан. Солар 65-тен 47-ге төмендеген. 3 рет осы ашығуға кіріп шыққаннан. Сондай өзгерістер ағзада анализ тапсыру арқылы ғана байқайсыздар. Былай көзбен біз тек байқаймыз нені? Салмақтың түскенін ғана байқаймыз. Так, жарайды.
топтағы апайлар тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Ертең біз ашығудың дайындық тобындамыз. Қатысу қанша? Қатысу 1000 теңге. Ертең біз ашығудың дайындық тобындамыз. Айко, қатысу 1000 теңге. Так, ашығу деген тек су ішіп жүре ме или тамақ жей ма? Бір мезгіл тамақ жейсіздер ғой? Интервалды ашығу. Бұл интервалды ашығу бір рет тамақтанамыз, қалған уақыттарында су ішеміз. Бірақ интервал уақыттарын сіздер өздеріңіз ыңғайларыңызға қарай таңдап аласыздар. Ол 7 мен 11, не болмаса 8 бен 12, не болмаса 9 бен 1, иә? Так, 9-дан 5 кетіп отыр. Мен қаншада кірдім? 8:30-да кірдім. 25 минут әлі уақыт бар екен. Тағы кімде қандай сұрақ бар? Ашыққанда нан жеуге болмай ма? Нан жемейміз. Алтын дән Зайсан, жақсы рахмет дейді. WhatsApp осы номерда. Иә, WhatsApp осы номерда. Так, негізі ашығудың түр-түрі бар ғой. Тек қана су ішіп жүретін ашығудың түрі бар. Су ішпейтін ашығудың түрі бар. Сухое голодание дейді оны, иә? Ештеңе, су да ішпейді, тамақ та ішпейді. Ондай да ашығудың түрі бар. Ол кезде ағзаның полный жұмысын не істейді? Тоқтатады. Ал біз интервалды ашығу кезінде асқазан жұмысы 100% тоқтамайды. Өйткені біз бір мезгіл тамақтанамыз ғой. Азанғы уақытта біз бір мезгіл тамақтанамыз. Так, мен қатысам дейді. Так, Зайра, мен қатысам, кеше төлем жасадым. Маған жазыңызшы WhatsApp-қа. Төлем жасаған болсаңыз, мен кеше төлем жасаған, маған группа қостым ба, қоспадым ба, мен ұмытып тұрмын. Сол жағын жазыңыз, иә? Зопқа пайдасы бар ма? Ашығудың зопқа пайдасы өте зор. Ашығудың именно зопқа пайдасы өте зор. Өйткені ашыққан кезде біздің қалқанша безіміздің жұмысы реттеледі. Сол жағынан зопты, ол емделмейтін ауру емес, зоп ашығу арқылы емделетін аурудың түрі. Зоп деп атқанымыз ол гипотереоз, гипертереоз или қалқанша безіңіз өсіп кетті, или болмаса кішірейіп қалды, сол екеуінің қайсысы сізде? Сол ашыққан кезде осы кішірейіп, не болмаса үлкейіп қалған, үлкейіп кеткен қалқанша бездің жұмысы тұрақталады. Ол бір орнына, баяғы орнына келеді. Сөйтіп гормондар реттеледі. Ашыққан кезде любой ағзада гормон реттеледі. Бірақ бір рет ашығу жеткіліксіз, апайлар. Сіздер оны гормондық бұзылыстарды бір айда пайда болған жоқ қой сіздердің ағзаларыңызда. Ол бірнеше жыл бұрын пайда болуы мүмкін, ол аурудың пайда болуына уақыт керек. Тура сол сияқты, сол нәрседен жазылу үшін сіздерге де уақыт керек. Ашығуды бір рет емес 10 подход, 15 подход жасауыңыз мүмкін, ол әркімде әрқалай жүреді. Бірақ жаңа айтып жатырмын, 3 подход жасағанның өзінде анализдерінен жақсы показаниялар бар. Показательдер жақсы, уже 3 рет. Толықтай жазылып кетпесе де, но уже анализдері жақсы нәрсені көрсетіп жатыр. 3 рет ашықты, 3 рет. Хотя мен бұл ашығуды 6 рет жасаймыз деген. 6 рет, 6 айға дейін. Январь ашықтық, февраль ашықтық, марттың 25-і ашықтық оразадан кейін. Міне апрельдің өзінде 5 рет ашығу тобын аштым мен. 4-ші ашығу тобы ертең ашылады 22-сі, соңғы топ 29-ші апрель ашығады. Соңғы топ, апрельде 5 топ. Солай тура 5 топ майда келеді. Майдың 1-і, майдың 8-і, майдың 15-і, 22-сі және 29-і. Сөйтіп июньге дейін барамыз. Сосын кейін июльде, наверное, ашығуды тоқтататын жарымыз, көреміз о жағын. Ол бойынша тағы да айтам мен. Не үшін ашығу бізде 7 күн жүреді? 3 күн емес, 5 күн емес, не үшін 7 күн жүреді? Өйткені 7 күнде ағза өзіндегі тазалану процестерін бәрін қосады. Кетоз да қосылады, аутофагия да қосылады. Кетоздың шарықтау шыңы 6-шы суткада жүреді. Ертең апайлар, так, 15-сі күні ашығып бастаған апайлар. 15-сі күні ашығып бастаған апайлар. Так, бүгін, так, ертең сіздерде 5-ші, 6-шы күн ғой уже. Ертең 6-шы күн сіздерде, өйткені 15-сі, 16-сі, 17-сі, 18, 19, 20-сі. Ертең сіздерде 6-шы күн. И 7-ші күннен кейін уже біз ашығудан шығамыз, 15-сі күнгі топ апайлар сіздерді айтып жатырмын. Ертең 6-шы күн, бүгін баняға бардыңыздар, ертең сіздерде кетоздың шарықтау шыңы болу керек. Шарықтау шыңы деген қалай? Өздеріңізден өздеріңіз энергияларыңыз 100% артып тұрады. Бір тау қопаратындай күш келеді сіздерге. Бір шаршамайсыздар, энергияларыңыз енді 100% артады. Ол неден келіп жатыр? Ағза кетозға өтіп алған, өзіндегі жаңа артық нелер бар ғой, майлардың бәрін
ыдыратып жатыр. Осы кезде жатып алмаңыздар. И так та сіздер жата алмайсыздар, энергияңыз көбейген кезде. Или қыдырыңыздар, или шақ қадамдарын жасаңыздар, или билеңіздер, или үйіңізге генеральный уборка жасаңыздар, әйел адамдар, иә? Сондай бір ауқымды бір тірлік жасаңыздар ертең 6-шы күн. 6-шы күнге өтесіздер, азында мен сіздерден отчет сұраймын. Так, дальше кеттік. Ал 22-сі күнгі ашығы тобындағы апайлар барсыздар ма? Мына жерде кім бар? 22-сі күнгі топтан кім бар? Айтыңыздаршы. $10 килограмм тастау үшін неше? 3 рет ашуы керек, Назгүл, Ашимова. 2 ретте ашығып тастауға болады негізінде. 7 күн қатарынан, 7 күн қатарынан ашығамыз, дұрыс. 22-сі күнгі топтағы апайлар барсыздар ма? Тағы кімде қандай сұрақ бар? КБЖ түсінікті ма? КБЖ бойынша тамақтану түсінікті ма? Қазір аудиомен тағы да шығам топқа сіздерге. Ашу қашан басталады? Ашу 22-сі күні басталады, бірақ менюді өзің жасайсың ба? Так, бірінші кезекте меню жоқ. Меню жоқ, өйткені бұл ПП марафон емес қой, меню беретіндер. Меню беретіндей азанғысын жаңағы греческий йогурт же 100 грамм, потом творог же, анау же, мынау же дейтіндей, бұл бізде не емес. ПП марафон емес, ол ПП марафонда беріледі. Меню килокалориясы есептелініп. Бізде бұл ашығу. Ашығу бізде КБЖ тамақтану бойынша жүреді. КБЖ клетчатка, белок, жир, углевод. Не үшін КБЖ бойынша жүреді? Өйткені ашығып жатқан кезде біздің ағзаға полион, витамин, минералдар керек. Біз өйткені ол нәрсені түсірмесек ағзаға, бізде А витаминоз пайда болады, ағза өзінен өзі витаминдер, минерал жоғалтады. Сол нәрсені азғантай мөлшерде бере отырып КБЖ арқылы біз ашығамыз, 20 сағат ашығамыз. 4 сағатында окошка кезінде тамақтанамыз. 4 сағаттың 1 сағатында тамақтану болады. Әр сағат сайын тамақтану керек емес, шатаспаңыздар. Бірақ рұқсат етілген тағамдар тізімі бар. Рұқсат етілген тағамдар тізімі бар. О жерде листья салата, брокколи, сәбіз. Так, не жазып жатсыздар? Жұмыртқа, творог деген сынды рұқсат етілген тағамдар тізімі бар, және рұқсат етілмеген тағамдар тізімі де бар. Список беріледі сіздерге. Сол списоктан қарайсыз да, әркім өзінің қалтасына қарай. Так, мына жерде листья салаты бар, неқта огурцы, помидор, неқта гречка бар екен. Осыны алайын дейсіз, КБЖ реттілігімен тамақты составить етесіз. Өзіңіз. Әркім жағдайы әртүрлі. Біреудің жағдайы жетеді, біреудің жағдайы жетпейді. Мен сіздерге анау қиын заттарды әкеліп арықтандар, ашығыңдар деп атқан жоқпын. Үйіңізде не бар? Гречка бар ма? Бар. Жұмыртқа бар ма? Бар. Листья салат всего 500 теңге тұрады. Бір нандай пучога. 500 теңге сатып алыңыз. Денсаулығыңызды жақсартумен салыстырғанда 500 теңге деген ақша емес қой. Чем ауру пайда болып, оны жылдап миллион теңге беріп емдеткеннен көрі. Так, банядан шықтым дейді, оқып жатырмын. Жақсы, бүгін баняға бара деп айтқанмын сіздерге. 15 күнгі ашыққан топ, арықтаған деп ашығып жатқан топ. Баняға барамыз. Так. WhatsApp номер жазын. WhatsApp номер тұр ғой мені. 707-891-8034. 707-891-8034. Осы номерда WhatsApp бар. Қанша дейді? 1000 теңге. 1000 теңге жаңадан кіріп отырғандар ше дейді. Жаңадан кіріп отырғандар ше. Хеликобактерия пилориға бола ма? Болады. Ашуға болады хеликобактерияға. Ашуы кімдерге болмайды? Емізулі жандарға болмайды. Сахармен ауыратындарға болмайды. Сосын кейін өтіндегі тастар үлкен жандар, который үлкен операция керек етіп тұрған кісілер бар ғой, сол кісілерге болмайды. Сосын кейін панкреатитпен ауыратын. Панкреатит, ұйқы безі, воспаленный, ұйқы безінде проблемасы бар кісілер. Сіздерге ашуға қиын, ашуға болмайды сіздерге. Өйткені сіздер периодически әр 2 сағат сайын ба, 3 сағат сайын ба тамақ жеп тұру сіздерде. Сондай бір несі бар да, қиындылығы бар да. Осындай кісілерге ашуға болмайды. Қалқанша безінде жаңа зоб деп атырық қой. Одан кейін буындарында проблемасы бар. Одан кейін тағы қандай? Аутоиммундық аурулар, олардың бәріне ашуға болады. Красавица дейді.
Так, жаңадан кіріп. Так, есімім Зайра дейді. Так, маған не жазып жатсыздар WhatsApp-қа? Так, 7 күн ашығып болған соң меню қалай болады? 3 күн 3 уақыт дұрыс тамақтану ма? Так, Эльмира, дұрыс сұрақ қойдыңыз. 7 күн ашық болғаннан кейін 8-ші күні азанда біз собая КБЖ бойынша тамақтанамыз, обедте сорпамызды ішеміз. Кешкі уақытта ештеңе ішпейміз. Ашығудан шыққанда кешкі уақытта ештеңе ішпейміз. Тек азанғы және обедкі тамақ болады. 2 мезгіл тамақ болады. Осылай 7 күн біз шығамыз. Жарай ма? Сіздер андай шатаспаңыздар. Бұл ашығуда, интервалда ашығуда біз 7 күн бойы тамақтанып отырдық. Біздің асқазан жұмысын 100% тоқтатқан жоқ. Ол анау смузи ішіп шығатын, тек қана сорпа ішіп шығатын ашығы бар ғой, ол жерде тек қана сумен ашығатындар солай шығады. Сумен ашыққан кезде олардың асқазанның жұмысы 100% тоқтап тұрады. Шатаспаңыздар, асқазанның жұмысы 100% тоқтап тұрады, өйткені ол 7 күн бойы или 10 күн бойы тек қана су ішіп жүрді ғой. Ол кезде асқазан мен өттің жұмысы тоқтап тұрды екеуі. Мынау өт өзіне өтті жинап тоқтап тұр. Сол кезде, если олар тек қана сорпа ішіп шығатын болса, демек өті жаймен тамады да жаймен іске қосылады. Ал егер сразу кәдімгідей жаңа тамақтанып кететін болса, КБЖ бойынша өт көп мөлшерде тамадта асқазанды ожог қылады. Ашығудың зияндылығы осы жерде білінеді. Асқазан ожог алады, сол кезде гастрит пайда болады. Бұл дұрыс шықпағанның кесірінен пайда болып тұр. Ашығудан дұрыс шығамыз, өйткені именно су ішіп ашығатындарға айтылған нәрсе. Бірақ интервалды ашығуда біз күніне 1 мезгіл тамақтанып жатырмыз. Күніне 1 мезгіл. Біздің асқазан жұмысын 100% тоқтатып қойған жоқ, ол 20 сағатта ғана тоқтап тұр. Қалған 4 сағатында асқазан не істейді? Жұмыс істеп, жұмысын жалғастырып жатыр. Ерекшелігі осы жерде. Сол себепті де мен айтам, интервалды ашығу бұл самый безопасный ашығудың түрі. Жеңіл, бұл нәрсені жасау өте жеңіл. Жаңағы азанғы уақытта тамақтарыңызды жеп аласыз, сосын кейін күні бойы суыңызды ішіп жүресіз. Қарындарыңыз ашпайды. Түсінікті ма? Ерекшелігі сояқта, түсінікті ма? Динаш апай, қалайсыз? Айда жан, қалайсың? Түсінікті дейді. Түсінікті болса, демек миларыңызға бір ақпарат барды деген сөз. Так, кімде қандай сұрақ? 10 минут эфирде отырып, эфирден сосын тамамдап шығамын 9:30-да. Кімде қандай сұрақ? Қайтадан айтасыз ба, жаңадан кірдім дейді. Мәссаған. Телефон қандай номер? Мына жерде тұр мына 707-891-8034. Осы WhatsApp. Ашығу 20-4. Интервалда ашығу 20-4. 20 сағат ашығамыз. 4 сағатында тамақтанамыз. Нутрициолог ба? Жоқ, алтын дән Зайсан, мен нутрициолог емеспін. Мен врач та емеспін, нутрициолог та емеспін. Сахары барлар ше. Сахары барларға ашуға болмайды деп айттым ғой. Бірақ мынау 22 күнгі топқа 6, сахары 6 бір қыз келді. Сахары 6. Енді 6 деген өте қатты үлкен сахар нормасы емес қой. Жоғары емес қой сахары 6-шы. Оны төмендетіп алуға болады. Ал сахар 12 болып келген апай ұстана алмады. Өте қиын болды. Қалтырап дірілдеп, сахар түсіп кетіп, сонымен ашығудан шықты ол кісі. Сол себепті мен айтам. Сахары барлар ашықпайсыздар. Кімнің сахары бар, олар под наблюдением врача жасау керек бұның бәрін. Под наблюдением врача медицинском учреждениеде солай жасауға болады. Бірақ ашығу о кісілерге пайдасы бар. Но сахары түсіп кетіп жатса, уже бұл өмірлеріне зиян. Ал ашығуды жалпы адам баласы, қызымда зоп бар, қатысамыз. Келіңіздер. Жалпы ашығуды адам баласы ауырмай тұрып істеу керек қой. Ауырмай тұрып, когда сіздің деніңіз сау, но бір артық майларыңыз бар кезде жасайтын болсаңыз, сіздер ұтасыздар. Ал когда уже аяғыңызда проблема бар, өтіңіз жоқ, бауырыңыз гепатоз, тағы да зоп, букет аурумен кеватсыздар ғой негізі топқашы. Мына 22 күнгі топқа букет аурумен көп адам келді. Енді бұйыртса, Алла бұйыртса, ниеттеріңізге жетіп, ашығуды дұрыстап ұстанып, жақсы бір нәтижеге жетесіздер деген ойдамын. Бұның бәрі сіздерге байланысты. Тырысып жасайтын болсаңыздар, нәтиже болады. Ал егер мен үшін жасап атқан міндетсінетін болсаңыздар, нәтиже болмайды, сразу айтайын. Потому что сіздердікі міндетті группаға кіріп алған.
өздеріңіз үшін жасаңыздар. Өздеріңіз үшін шешім қабылдадыңыздар ма? Ашығам деп. Демек, барынша тырысыңыздар. Мен ана жердегі айтқан нәрсені орындаңыздар. Жарай ма? Телефон қандай дейді. Так, қазір. Түсінікті дейді. Так, сахар 6 норм деді ғой, жасым 53-те, Замира. Ол маған келген қыздың жасы 35-те. По-моему, 35-те шатаспасам. Сахары 6. Енді былайша айтса, қатты бір не көріп тұрған жоқ, но ашуға ол кісі кірді уже, я. Но жаңағындай 12 мен кірген апай айтып тұрмын ғой, ашуды ұстай алмай, біз өте қиын, сондай бір сахар түсіп кетіп қиын жағдайда. Бірақ ол кісіде сахардан да бөлек букет ауру толып тұр. Өте көп ауру. Сонда тек су ішеді ме? Жоқ, Фаруза. Тек су ішпейсіз. Азанғы уақытта бір мезгіл тамақтанамыз. Қалған уақыттарында су ішеміз. Мынау 20-4 деп тұр ғой. Осының 20 сағатында ашығамыз. Міне ашығу 20-4 деп жазып қойғам, не? Ашығудың 20 сағатында біз голодать етеміз, 4 сағатында тамақтанамыз. 4 сағат деген кезде әр сағат сайын тамақтанбайсыздар. Окошка уақыты 4 сағат ашық тұрады. Сол уақытта бір мезгіл тамақтанасыз. Жарай ма? Осы нәрсе интервалды ашығу деп аталады. 20 сағат ашығу арқылы біз ағзаны тазалаймыз. Өзін тазалаттырамыз. Қалай тазаланады? Бірінші аутофагия процесі қосылған арқасында, екінші, үшінші, төртінші суткада кетоз процесінің қосылған арқасында ағза өзін тазалап бастайды. Аутофагия деген ағзадағы өлі клеткаларды ыдырататын процесс, ал кетоз дегеніміз ағзадағы артық майларды ыдырататын процесс. Артық май қазір кімде? Бәрінде? Бауырда. Елдің бәрі демей ақ қойын, көпшілігінде бауырда. Жировой гепатоз, фиброз, сосын кейін цирроз деген нәрсе осылай келеді. Бірақ соның алдын алып жасаңыздар. Ашығуды алдын алыңыздар, аурудың алдын алыңыздар, жылы су ішеміз бе, я. Так, осы 4 сағат күннің әрине азанғы уақытта. Красотуля, 4 сағат уақыт азанғы уақытта ғой, неше күн ашыға, 7 күн ашығамыз. Ашығу 7 күн жүреді, бірақ ашығуға дайындық 2 күн алдын ала болады. Ертең біз дайындықтың 1-ші күнін өтеміз. Арғы күні 2-ші күні болады. Дайындықта не істейміз? Тюба жасаймыз. Магний сульфаты, дұрыс, магний сульфатын ішіп тюба жасаймыз. Чек кімге жіберем? Чек маған жібересіз. Чек жіберген кезде сізге окошко ашылады. Соған сразу жауап бере кетесіз, Айгүл. Жасыңыз, рабочий давлениеңіз, өтіңізде проблема бар ма, жоқ па, сахар бар ма, жоқ па, соны жаза кетесіз сразу. Жарай ма? Сосын кейін, чегіңіз жібердіңіз ғой, мен сізді группаға по-любому қосам. Маған алло, сұрақ белгісі, сонда не жауап бермейсің ба деген смс-терді жазбаңыздар. Сіздер 1000 теңгелеріңіз мен алып, мен оқисыз ба ашығу кезінде ұйқы графигі қалай болады? Ашығу кезінде ұйқы графигі сағат 10-да жатып ұйықтайсыздар ғой? 10-10:30-да жатып ұйықтайсыздар. Сіздің жіберіп атқаныңызды алтындан мен бәрін оқып отырмын. Су қанша ішсе де бола ма? Я, болады. Так, айтып жатқан ойымнан кетіп қалдым. Жаңа алло, сұрақ белгісі деп жібермеңіздер, я? По-любому мен сіздердің жіберген нәрселеріңізге жауап берем. Өте сабырсыз болмаңыздар. Сабыр сақтаймыз. 1000 теңгені алып қашып кетіп жатқан жоқпын. Или блоктап қойып жатқан жоқпын сіздерді. Сосын кейін кім деп шығады? Күлайхан деп шығады. Сосын кейін қандай да бір жағдай болып ашық алмайтын болсаңыз, маған сразу айтыңыз. Мен ашығуды бастай алмаймын, мен ашықпаймын деп. Мен сізге ақшаңызды қайтарып салып жүрем. Кеше бізде сондай жағдайлар болды. Жарай ма? Әркімде әртүрлі жағдай болады. Неше түрлі жағдай болады. Біз даже ертеңгі күнімізде не болатынын да білмейміз ғой, былайша айтқан кезде. Бірақ ертеңге уверен болып сөйлейміз да. Ертең ашығуды бастаймыз деп, мысалы мен айтып отырмын ғой. Бірақ ертең не болатынына бір Алла біледі. Сол себепті де жағдай болып жатса, айтасыз, маған жекеге шығасыз. Топтан үндемей шығып кетпеңіздер. Башагүл апай, мен сізге ризамын. Өте жауапкершілікті адамсыз. Сіздің маған жазғаныңыздың бәрі мен жеке-жеке оқып отырмын ғой, топта да жазғаныңыз бәр. Сіз топқа бірінші емес, екінші мәрте кіріп жатсыз ғой? Я, екінші мәрте кіріп жатсыз. Сол себепті де сізде уже жауапкершілік қалыптасып қалған.
Сәлеметсіз бе, эфирден келдім дейді. Иә, көріп отырмын. Так, апайлар, басқа сұрақтар жоқ болса, мен эфирді тамамдаймын. 25 кетіпті, 5 минут тағы отырайық. Сосын ары қарай топта жұмыс жасаймыз. Таңмен сонда бір мезгіл тамақ ішеді ма? Иә, таңмен сонда бір мезгіл тамақ ішеді. Қиындатпаңыздар, ашығуды қиындатпаңыздар. Нау, когда бір жаңа бір дүние жасайын деп атқан кезде, бұл жаңа нәрсе ғой, который бірінші рет ашуға кірейін деп жатқан жандар. Сіздер жаңа бір дүние жасап жатқан кезде, жасайын деп жатқан кезде, миларыңыз сіздерге қарсы жұмыс жасайды. Ми паникаға түседі. Паникаға түсіп, паниковать етеді. Ойбай, не болады, ойбай, қалай болады. Соның паниканың етегіне ерестерді, жаңағы сіздерде уже қалтырап дірілдеу бастады, не болады, қалай болады деп қиындата бересіздер, қиындата. Миға ана накручивать етесіздер ғой. Олай жасамаңыздар. Ашығу бұл өте қарапайым. Ертең нешеде кіресіз эфирға? Ертең осы 8:30-да кіремін, бұйыртса, Алла бұйыртса. Постоянно мен 8:30-да кіруге тырысамын. Одан кеш кірмеймін. Себебі міне 8:30-да кірдім ба, 9:30-ға дейін, сосын 1 сағат жаңағы топта жұмыс жасап, 10:30-да мен ұйықтауға жатуым керек. Бәліқтеріңіз, ашығу кезінде график 10:30-да жатамыз. Так, маған жекеге жазып жатсыздар. Так, жарайды. Тағы кімде қандай сұрақ? Тағы кімде қандай сұрақтар бар? Бәріне түсінікті ма? Так, сосын кейін кімге 16-да 8 дедім? Тюбаж қашан жасаймыз? Тюбаж ертең жасайсыздар, Зайра. Тюбаж ертең жасаймыз. Тюбажды аш қарынға жасасақ тіптен жақсы еді. Так, сменде дейді Диана. Диана маған неғыншысы, неге ұмытшақпыз дейді. Ертең неге ұмытшақпыз? Так, кстати, ашыққан кезде адамның ми клеткалары жаңарады. Кім үнемі ашығып тұрады, олардың ми клеткалары ұмытшақтық ауруы кетеді. Склероз пайда болмайды, ол доказан нәрсе. Дәлелденген нәрсе. Кім үнемі ашығып тұрады, олар склероз ауруымен алжу деп атады ғой, бізде қартайған кезде. Алжып кетіпті, алжасып қапты деп атады ғой, жаңағы ұмытшақтық, танымай жатады ғой, бір-бірін. Сол ұмытшақтық ауруы негізі. Сол нәрсе болмайды. Сол себепті ертең қай уақытта тюба жасаймыз, Мерке? Ертең азан уақытта жасаған дұрыс. Азан уақытқа үлгермей жатсаңыздар, 21 күн азанда жасаңыздар. Болмаса, жұмыс уақытпен келмей жатса, ертең кешкісін жасасаңыздар да болады. Бірақ тамақтанғаннан кейін 5 сағат өту керек, 5 сағат. Соны санайсыздар, нешеден нешеге дейін ашуған дұрыс. Көп нәрсені ұмытамын дейді. Дұрысгүл апай, ашығыңыз. Сосын омега ашыңыз. Омега ашыңыз. Так, тюбаж деген не? Тюбаж өтімізді сұйылтатын процесс. Магний сульфатын. 16-да 8 Қазиева, я дұрыс. 16-да 8 бен біраз адам топта бар ұстанып жатқан. Кімге 16-да 8 дедім? Болғанда түнгі дейді. Кімге 16-да 8 дедім? Осы графикпен маған 2 рет отчет бересіздер. Азанғы кезде бір уақыт, міне 8 сағаттың окошкасы жабылып жатады ғой, сол кезде бір уақыт тағы да отчет береміз. Топта бересіздер. Ертең қай уақытта тюба жасаймыз? Азанғы уақытта деп айттым, я? Қатып қалған нәрсе жоқ. Бәрін подваш график подстраивать етіңіздер. Главный тюба жасасаңыздар болды. Енді әркім әртүрлі, біреу жұмыста, біреу үйде деген сияқты. Бір күн ашуға бола ма? Бір күн ашуға болады, Фаруза, бірақ бір күн ашыққан кезде ағза толыққанды тазалану процесін қосамайды. Бір күн жетпейді ағзаға, жеткіліксіз ол нәрсе. Бір күнде сіз қандай процесс қосылады айтайын ба? Аутофагия процесі ғана қосылады. Осы заключение қараныш, бола ма дейді, ашуға дейді. Так. Аутофагия деп атқанымыз ағзадағы өлі клеткаларды қорытып бастайтын процесс қой, жеп бастайтын. Мықты клеткалар, жаңағы поврежденный клеткаларды жеп бастайды. Сол аутофагия деп аталады. Аутофагия процесін ашқан профессор Нобель сыйлығын алған. Японский профессор, кажется, я шатаспасам. Мен 2 апта 23 салмақ тастап кетті. Бетім тазарып қалды, Гүлшат. Қуаныштымын сіз үшін. 2 апта 23-те бірмен ұстап жүрсіз ба? Молодец. Уже сіздің ағзаңыз үйреніп алды ғой, я? Бірақ енді шығыңыз. 2 аптада 8 килограмм тастау, это өте әдемі. Бетіңіз әрине тазарады. Ашыққан кезде бірінші кезде бет тазарады. Бет жылтырайды. 8 сағат, не дейді? Давление түсіп кетеді, ашуға бола ма? Батыргалиевна, 16-да 8 бен көресіз. 16-да 8, яғни азанғы түскі тамақты жейсіз да, кешкі тамақты жемейсіз. Осы методпен көріңіз ашығып. Бұл интервалды ашығудың 16-да 8. Мына жерде мен 20-да 4-те қойған ғой, а ол 16-да 8.
16 сағат ашығасыз. Сәлеметсің бе, доктор, тюбаж азында аш қарынға. Аха, Жайна апай, тюбаж азында аш қарынға. Күлшат апай, мен сіз үшін өте қуаныштымын. Енді ашығудан дұрыстап шығыңыз, иә? Ашығуға кіру мен шығуы өте маңызды. Міне кіруін дайындық жасап кіріп жатыр, одан кейін одан шығуымыз бар, иә? Шыққан кезде кешкі тамақты жемейміз, обедте сорпамызды ішеміз, азында КБЖ бойынша тамақтанамыз. Шығуы солай бізде. Так, дальше. Ашығуда суға шема дейді. Так, сәлеметсің, тюбаж азында аш қарынға ма, 20-да 4 па, менікі или 16-да 8 бе. Так, Жайна маған WhatsApp-қа жазыңызшы. Мен дәл қазір сіздікін может шатастырып не қылуы мүмкін, айтуы мүмкін. Ол сіздегі неге байланысты, проблемаларға байланысты. Ой, врачсыз ба дейді. Жоқ, мен врач емеспін. Жарайды. Маған WhatsApp-қа жазыңыз, иә? Пигмент кетеді дейді ашығуда. Әрине, қанша марафон? Марафон 1000 теңге. Айткужина Магзия. Так, жарайды. Өт жоқтарға ашуға болады. Өтінде тасы барларға сәл қиындау ашуы. Солай шықпай, солай жүре берсем бола ма? Ой, жоқ, болмайды. Сіздегі мақсат, Күлшат, ашығудағы мақсат не? Салмақ тастау ма? Жоқ, одан да бір конкретный проблемадан айығу ма? Қандай мақсат? Шықпауыңызға не себеп деймін да? Жалпы осы нәрсені 30 күн бойы ұстап ағзаны қинағаннан көрі, жаңағы айына 1 рет ұстап, болмаса айына 10 күн ұстап, не болмаса айына 14 күн ұстап, осылай жасасаңыз, оның пайдасы әлде қайда көбірек болады. Накопительный эффект. Вообще ашығу накопительный эффект береді. Бірден, мысалға, спортқа барған кезде, мысалы, бірінші айда барыңыз, результат көрмейсіз ғой, но екінші айда жаймен күшті результаттар көре бастайсыз да, денеңіз жинақталады, бұрынғыдай анау гирді көтере алмай жүрсеңіз, 5 кг қазіргі кезде көтере алатын болсын, сол накопительный эффект спорттан біледі. Тура сол сияқты ашығуда да. Жаңағы нені, результатты бірден көрмейсіздер, но постепенно байқайсыздар. Уже бұрынғыдай асқазаныңыз ауырмайтын болады, ұйқыңыз қанып тұратын болады, шаршамай жүретін болады, көңіл күйіңіз әдемі болады, жүрегіңіз қақпайтын болады деген сияқты біз байқай бермейтін процестер әдемі болып жүреді. Так, 32 кетіп жатыр, мен эфирден шығуым керек. Марафон неше қашан ашылады? 7 күнде ашса неше килограмм кетер екен? 7 күнде ашықсам неше килограмм кетер екен? Вес 70 килограмм. Минималды 3 килограмм кетеді, Батыр Галиевна. Минималды 3 килограмм, и то сіз 16-да 8-бен ашығатын болсаңыз, сіздікі, так, 3-4 килограмм шамасында кетеді. Сосын шақ қадамдарын жүру өте маңызды. Шақ қадамдарын жүрмей, салмақ түспейді, шақ жасаймыз, міндетті түрде. Мен отчет сұраймын шақтан. Так, салмақ тастау үшін бе? Жоқ. Ашығу бірінші кезекте салмақ тастау үшін емес. Ашығу ағзадағы артық майларды ыдырату үшін қазіргі таңда, ойбай, 2-нің бірінде не ғой? Бауырды май басқан. Гепатоз. 2-нің бірінде гепатоз. Салмақ тастау үшін ме дейді. Так, вроде сұрақтарыңыз жоқ сақсы, эфирді тамамдайық. Ертең бұйыртса, Алла бұйыртса, осы уақытта қайттан кіруге тырысам, 8:30-да. Марафон неше және қашан? Марафон 1000 теңге. Қашан басталады? 22 күні басталады. Ашығу тобына дайындық ертең басталады. Дайындаламыз, 2 күн дайындаламыз, бірден ашығып кетпейміз. 2 күн дайындаламыз, сосын кейін барып ашуға кіреміз. Қанша ашығу салмақ тастағым келеді дейді. Сәлем, марафон бағдарламасы қандай? Күлзада, бұл 16-да 20-да 4 интервалда ашығы. Тек 1 күн тамақтану керек пе? Жоға 7 күн бойы тамақтанасыз ғой, бірақ күніне бірақ мезгіл. 7 күн бойы тамақтанамыз, күніне бірақ мезгіл. Арықтау дейді. Мақсатыңыз арықтау ма? Енді 8 килограмм. Демек, сіздің салмағыңыз өте көп болып тұрғаны ғой, ә? Жасым 63-те бола ма? Магзия апай, давлениеңіз қандай? Менде топта ең үлкен возрастта 68 жаста Рая апа бар. 68 жаста. О кісі десінде артроз ба, артрит па, сондай бір проблемасы бар. О кісі уже 3-ші рет ашығуға кіріп жатыр. Марафон қанша? Марафон 1000 теңге.
Так, шығасыз, Гүлшат, ашығудан шығасыз. Вроде комментарийларыңызды бәрін оқып тастаған шақтымын. Мен осы 20-4 ұстанып жүрмін, өзім күшті, ұнады, өте керемет, енді оп-оңай. Иә, оп-оңай. Қатып жатырсыз дейді. Так, қатып жатырсыз дейді. Қанша күн ашығы? 7 күн ашығы. 4 сағат біткен соң су ішуге бола ма? Иә, тек қана су ішеміз. Мен де арықтағым келеді. Бірінші тазаланғым келеді деңіз. Сосын кейін тазаланудың арқасында арықтайсыз. Қазір WhatsApp-қа жазсам бола ма? Иә, жазыңыз. Саламатсыз ба? Қалай дайындаламыз? Тюбаж жасаймыз. Ашығу кезінде тюбаж жасаймыз. 95 кг болып кеттік. Ух ты! Ау? Қазір. Сәлеметсіз бе? Керемет түсіндіріп жатсыз. Рахмет дейді. Тек су ішу керек па? Иә, тек су ішеміз. Маған салмақ тастау керек. Қалай тюбаж? Магний сульфатын ішу арқылы жасалынады. Ертең ашқарыңғы магний ішеміз группамен бірге. Иә. Ертең группамен бірге магний. Ертең егер алып үлгермесеңіз, кешкісін ішсеңіз де болады. Мерке. Болмаса, тағы да үлгермей жатсаңыз, 21 күні жасасаңыз. Әйтеуір 2 күннің бірінде біз тюбаж жасау керекпіз ғой. 2 күннің бірінде. Или 20-сы жасаймыз, или 21 жасаймыз. Жарай ма? Тюбажды ашқарыңғы жасаған өте дұрыс. Бірақ жұмыс уақытымен келмей жатса, кешкісін жасасаңыз болады, бірақ тамақтанғаннан кейін 5 сағат өту керек. Түсінікті түрде айтып жатырмын ғой, Қатыссам бола ма? Өт жоқ. Қатысыңыз, өті жоқтарға ашуға болады. Және тюбаж жасауға да болады. Кімнің өтінде. Бірақ именно өтінде тасы барларға тюбаж жасауға болмайды. Так, вы помахали дейді. Так, все, давайте. Ақмарал. Так, маған тағы жазыңызшы. Төлем жасасаңыз, маған тағы жазыңыз. Мен төлем жасаған едім деп. Ашығы неше күн? Ашығы 7 күн. Давайте, қайырлы түн, апайлар. Ертең бұйыртса, өтте тас жоқ дейді. Ертең бұйыртса 8:30-да, ала бұйыртса кіруге тырысамыз. Ертең біз дайындаламыз. Қайырлы түн баршаңызға.